Ассаламағалейкум, ынтымағымен бірлігі жарасқан, өнерді қадір тұтқан ағайын. Армысыздар, мерекелі құт мекеннің тұрғындары. Біздің ең киелі, ең қасиетті ұғымымыз тәуелсіздік. Тәңірден келген тәттісі еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығы баршаңызға құтты болсын. Тұғыры биік тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған Қазына әжелер тобының ән салдырған ауылым атты ән кешіне қош келдіңіздер. Бәйгеге ат жіберсек те, кең далада көсіліп ойнасақ та, би билесек те, ән айтсақ та, осының бәрі бабаларымыздан қалған асыл мұрамыз, аманат болған тәуелсіздіктің арқасы. Осындай тәуелсіз бейбіт елде біздің Қазына әжелер тобының құрылғанына да мінеки 8 жылдың 100-і болыпты. Осы жылдардың ішінде ақ жаулықты әжелеріміз түрлі аудандық, ауылдық шараларға белсене қатысып, салт дәстүрімізді дәріптеп, халық әндерін насихаттап, әсем әндерін көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп жүр. Бүгінгі кеште әжелеріміздің сіздерді әсерлі әуенмен сырлы сазды әндердің күйін жүректеріңізге жеткізіп, ауылға деген сүйіспеншілікке толы керемет сезімдерді сыйлайды деген үміттеміз. Ендеше ән көңілдің ажары дей отырып, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған әжелеріміздің ән шашуын қабыл алыңыздар. Сахнада қазыналы Қазына әжелер тобы. Кәнекей қошемет құрметпен қарсы алайық. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы баршамызға құтты болсын, еліміз аман, бейбіт заман болсын. Күш табатындай, құс қанатындай, мейірім қайда, береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, жақсы адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарын, тектілікпенен татулық дейтін, берік болсын шау тас қамалдарың, жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрін, ескін өмірде жасалсын ылғи, жақсы амалдарың, жақсы адамдарым. Таусылмасын базарың, әзілдері жарасқан, өнерден бажаны. Ойын қойға
қасиетті Қазақстан мекенім, ақиқаттың алтын бесігі екенсің. Елім, жерім, отаным, бақ-дәулетім, болашағым, өнер білім, өркенім. Бойымда ән бұлақ жатыр бір құрап, сол бұлақтан сыр ағыздым жыр құрап. Тілейтінім барша жұртқа бір ғана, ырыс, бақыт, татулық пен ынтымақ. Ал ағайын, келесі кезекті қазына әжелер тобына береміз. Кәнеке қол соғып, қошеметтеп, шабытпен қарсы алайық. Қымбатты өнерсүйер көрермен, осымен тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған ән кешіміз өз мәресіне жетті. Бейбіт елде өнегенің үлгісі, әр әулеттің ұйытқысы бола жүріп, жас ұрпақты өз өнерлерімен отансүйгіштікке, кішіпейілділікке, бауырмалдық секілді игі қасиеттерге баулып, жақсылыққа үйретуші әжелерімізге рахмет айта отырып, дендеріңізге саулық, баянды ғұмыр тілеп, отбасыларыңыз аман болсын дейміз. Ал енді құрметті көрермен, біздің бүгінгі өнерлі қазына әжелер тобымызға дайындаған әжелер сіздерге осындай сахнада қашанда күліп, көтеріңкі көңіл күймен мына халқымызға әдемі әсем әндеріңізді тарту етіп жүре берулеріңізге тілектеспін. Қадірлі көрермен, алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі біздің шағын концерттік бағдарламамызды тамашалағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, ендігіміз баянды болсын деп тілейік ағайын. Ой, бәрекелді, кәнеке әжелерімізге қошеметтеріңіз болсын.